елімізге еселеп қайтатыны анық. Ел тірегі ертеңіміздің кепілі болған жас ұрпақ қазіргі уақытта қамқорлық пен қолдауға мұқтаж болған, көңілдерін шер қабақтарын мұң басқан, әр адамнан қайырымдылық, алақандарынан жылулық сезім күтетін Жусу Туба Раушанның ізгі ана атты жеке шығармашылық кешіне қош келдіңіздер. Ағайындар, орынтаяғына адам айтқандай, көнелерден өнеге келейген, айтпаса сөз атасы өледі екен. Бір жас жігіт анасын арқасына салып ап Меккені көреді екен. Және анасын түсірмей арқасынан аман есен еліне келеді екен. Содан кейін анашы мына менің қарызым өтелді ме деген екен. Сонда анасы бұлай деп сөз айтады: балам-ау, бір түнгі ұйқымды осылай өтеп тұрсын дейді көргем. Жырламасам жалған-ау ақындығым, өлейін ақылдығым. Көрінгеннің бойынан табылмайтын аналардың жазайын батырлығым. Ойым-ау, өткен уақыт оралады, кім сірә аналардай бола алады. Ағайындар, Аллах тағалам Хауаның бастап әйел кісіні ана деп ұлыға етіп қойған. Ана елді күтуші, бала қамқоршысы, елдің көркем гүлі. Бар байлығым хам, бақытымыз ана мен бала, мәбеле, аяла. Өйткені бақытымыздың баяндылығы ана және баламен өлшенбек. Сахна төріне қазақтың қара домбырасын арқалаған Жусу Туба Раушанды аралым айдың шалқарын тербесімен ортаға шақырамыз. Тоғыл шабалығын қойыңдар ағайындар. Армысыздар ағайынды құрметті Шіркеде ауылының құрметті ақжауапты аналар және Кітай балапандар. Жағдайларыңыз қалай? Мен аралдың қызы болғаннан кейін өзімнің кім екенін таныстырып есеппен бірдей болады. Әбілхам Ахамтың сөзінде жазылған аралмайтын шалғардың кеңесін қабыл алыңыздар. Шамалап, жаймен ғана балапандар шапалақ ұрып қойса кәнекей болады да. What
болады, шәкірт ұстаз керек. Өзіме үлкен ұстаз болып сайлап алдым. Отауында Тұрмағамбет Ізбек бабамыз өзіме ұстаз еттім. Соның термелерін жазған шайыр өлеңдерін көп оқығаннан кейін өзіме ең бірінші ұстаз деп Тұрмағамбет бабамыздың осы домбыра жағынан ұстаздық еттім. Осы аналарымызды, қыздарымызды қорғаған Тұрмағамбет бабамыздың тәлім дегеннің термесі бар, қабылыңыздар ағайындар. Ағайындармен Жүсіп Бараушан, өзім Аралдың қызы, Қызылорда облысындағы Амангелді Саққоз деген ауыл бар, сол жердің қожа әулетіне атамыздың атын айтуға болмайды екен, қазақтың келіні, сояқтың келінімін, Есбаласының анасымын. Жақында осы 6 ай болған жоқ, әлі әкем қайтыс болған. Осы әкемнің бір жазған өлеңі бар, ана қарызы деген. Содан ана қарызын жазып, маған звондап, Раушан қызым, осы өлеңді Сырдидар деген газет бар, соған айтшы, соған газет бетіне менің өлеңім шықсын деп. Содан менің қолым босамады, содан ақыры бара алмадым, редакторге бара алмадым. Сөйтіп сол арада әкем қайтыс болды. Сол әкем қайтыс болғанда 2 апта бұрын жазған өлеңі, осы өлеңді жаттап, ана қайтамын, не қайтамын деп бір реті болмай жүрді. Жақында біздің Диана ханымыздың әдемі қыз қазір Құдай қаласа өлең айтады. Соның жеке концертінде айтамын деп құттықтап едім, онда да мүмкіндік болмады. Бүгін осы концертте сіздердің алдарыңызға осы темені қазір орындап беремін, негізі өздеріңіз тұсаукесерсіздер. Осы өлеңді оқыған кезде, менің әкем осындай болған екен ғой дедім. Оған дейін менің әкемді бір қатал, бір жыландар болады ғой. Негізі әке қызға қатал болады ғой расында. Сондай жыландай көргенмін, 25 жылдай сондай ойладым. Өлеңді оқығаннан кейін мен әкемді сондай жүрегі жұмсақ кісі екен дедім. Содан кейін мен әке кешіріңізші деп, өзім осы өлеңді сіздерге бүгін термемеден маған аса орындап берейін ағайындар. Өнелерден өнеге керек екен, айтпаса сөз атасау өледі екен. Бір жас жігіт анасын арқасына салып ап мерекені көреді екен. Және анасын түсірмей арқасынан аман есен еліне келеді екен. Содан кейін анашым мына менің қарызым өтелді-ау деген екен. Сонда анасы былай деп сөз айтады: балам, бір түнде ұйқымды осылай өтеп тұрсың дейді көке. Жырламасам жалғанау ақындығым, өлеңменен
көрінгеннің бойынан табылмайтын аналардың жасайын батырлығын. Ойыма өткен уақыт оралады, кім сірә аналардай бола алады. Бір ана жанына ертіп ер баласын жаз бойы тауда етіп ұшып ұрады. Өмірдің ақ қарасын кім жеңеді, пендеге берер сиял тоқтамасын. Шапқан шөбі қыстау жаққа жетпей қалып, жеткізетін көлік алып болмағасын. Осылай күн артынан күн өтіпті, түздегі шөпті кімдер күзетіпті. Бір күні қар үстіне шана шегіп, атты жігіт өзін ұрытыпты. Ұрылы жолшыбай бір адам көріп, анаға келген екен хабар беріп. Ызаменен ұрылы қуадана, ашылықса боламау адамда ер. Шананы тартып алып ұлға беріп, өз оймен қауіппенен қауышады. Құдірет-ай, бұл жайды кім еледі, ананың жалғыз ұлы тірегеді. Ұрылменен алысқан ерлік және перзентіне қалсын деген тілегеді. Анасы сірәден зат бақта барға, сондықтан ұлық еткен қақтарала. Өмір қиюға дау әзір жанны, алдындағы борышыңа уақталармен. Өмір қиюға дау әзір жанны, алдындағы борышыңа уақталармен. Сахна төріне Қызылөрік әнімен Нұржігіт Қуанышты шақырамыз. Амансыздар мақаметті көңілді. Бүгінгі кезге қош келдіңіздер. Бере отырамыз. Thank you.
Меня тоже возьми. Вадим, меня тоже возьми. Кысы өмір тұлжетіп тұнылғандай, бір жанбаймыз лапылдап солар жанбай. Қыз дегенің тазалық тазалыққа, мейірімді қандырмауын болғандай. Қандай жақсы шадыман шаттықтем, өмірден сыбағымды ап кеткенін. Қыз дегенің махаббатқа, басын демей басыңнан бақ кеткенін. Қыз дегенің өмірдің сәнәрманы, әсем түптің айнасы жанарлары. Қыз дегенің өріс қой ұрпағы сер, жоқ болса өріс ұлттың жоғалғаны. Сахна төрге әдемі биші қыздарымыздың Харизм Өзбек биі.
Сахна төріне Анварна Диана орындайтын әні перзент сыры. Ауылдастар, құрметті ағалар, ақжаулықты біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз. Бүгін бізді осылай қонақ жайлы қарсы алып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Алдарыңызда перзент сыры қабыл алыңыздар. Aradım
Я, мен сен әрине қарамай тағы бір ойыма ақын келіп тұр. Мен қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөз бар, қапсыз айтқан қайран балам. Өзінің биөнерімен барша жандарды таңқалдырып жүрген Жусу Туғар Ашанды сахна төріне шақырамыз. Көңілді аққу биі. Қош келдің мүбәрәк мәуліт айы. Мәуліт араб сөзі қазақша туған күн деген мағына береді. Бұл атау Алла тағаланың ең сүйікті пендесі Адамның ғалейхиссалам Иса ғалейхиссалам пайғамбарға дейінгі Алла тағаланың елшілерінің соңғысы әрі сардары Мұхаммедтің дүниеге келуіне құрметіне ол айға осы атау берілген. Дұғалары мәңгілік қабыл болған Мұхаммед, төзімменен серігі сабыр болған Мұхаммед, жамандыққа жақсылық насып қылған Мұхаммед, ақиқатқа ұйытып ғашық қылған Мұхаммед, шапағатты Алланың шашып туған Мұхаммед, залымдардың кеудесін басып туған Мұхаммед, сәжде қылып иіліп ұлықтаған Мұхаммед, тағат қылып нәсібіге қылып салған Мұхаммед. Иманым менің дінімде, иманым менің тілімде, иманым менің жерімде, иманым менің елімде. Иманды болса маңайым қошеметпен балаймын, иманнан безген пенде жоқ, альхамдулиллах деп. Жүрегі солай соққан 27 жыл мешітте қызмет еткен адам баласына ұстаз болған Әсия Сарқұлова ұстазымызды сахна төріне шақырамыз.
сахна төріне Жүсупова Раушанды өзбек биімен шақырамыз. Сахна төріне Садуақасов Ғабит орындайтын әні «Досым». Досым бар жамбылым, бұл кезде
Шлювенова Ақзираш, орындайтын әні перзент парызы. Дуғыл шапалақ ұрып отырамыз, ағайындар кәнеке. Әлі нұрын жинасам деген
Жусупова Раушан үнді биі. Қарсы алыңыздар. Әсия Сарықлова, ана әні сахна төріне шақырамыз. Кеш жарық көрермендер, мен Раушан қызбен алғаш танысқанда наурыз айы болатын. Сондай әдемі, бойы сұңғақ, бойында қазақ көйлегі бар, қолында домбырасы бар әсем қызды көрдім. Мен оны көріп ғашық болып қалдым. Осындай әдемі қыздар болады екен ғой. Нағыз қазақтың аруы.
Шіркелі ауылының беделді істерін атқарып жүрген асыл әжемізді сахна төріне шақырамыз. Шолпан әжемізді сахна төріне шақырамыз әлекей. Құрметті қалқам, өнер сүйген жастарым, бүгін сендерге Құдай ұзақ өмір берсін, айналайын таудай талап берсін. Мына бүгін өнерлерің өрге жүзе берсін. Бүгін мына біздің халқымыз егістік кезі көкен білесіңдер. Мына әжелер бала бағып үйінен шыға алмай отыр. Келіндер полияда жүрген азаматтардың тамағын істеп шыға алмай жатыр. Осы жерде осы үшін әже сендерге ақ тілек істеп айналайын келіп отырмыз. Мына сахна деген киелі жер. Бұл киелі жер адамның адамы шығады бұл сахнаға. Ешкімнің қолынан келе бермей, айналайын сендерге ақ жол болсын. Мен бір бата берейін, ақ тілекпен төгейін, жолдарың болсын жаным. Жарыққа Құдай жанды қыл, өнер сүйген халқымды тамам жұрттың алды қыл. Денсаулықтарың зор болсын. Нәсіптерің Алла мол болсын. Жаратқан иен жарылқап сендерге келер ақ жол берсін. Ұстағандарың алтын болсын, жүзің жағың жарқын болсын. Келбетің әркез осындай сәнді болсын, өмірің мәнді болсын. Таудай талып барған екен, жаратқан иен жарылқап сендерге бармақтай бақ берсін. Көмейіңнен бұлбұлдың үні кетпесін. Бибігүл күләш апаңдай атағы шыққан әнші бол, солардан Құдай бақ берсін. Ne айтайын жаным? Атыңа затың сай болып, раушан гүлдей жайнай бер. Раушан гүлдей сайрай бер. Сыр елінің атын асқақтатып, бұлбұл құстай сайрай бер. Өмір жасың ұзақ болсын. Алла саған таудай талаппен бармақтай бақ берсін. Әрқашан жолың ақ болсын. Уайым қайғың жоқ болсын. Көздерден Тәңірім сақтап, бір Алла саған жақ болсын. Жаратқан ием аман болсын, достарың аман бол, ел жұртымыз аман бол, бейбітшілік заман болсын. Аумин. Айбергелді, өмір деген тәтті екен, әрқашанда қуанышпен мұңменен қарсы алаңда. Мен өмірді сүйемін, пәржібекпен күресуге үйренерім шашасамда. Бала жүрек риза жаратқанға, жарқыраймын әр күні таң атқанда. Қиындыққа мойымай қарсы тұрып, мен өмірді сүйемін әрқашанда. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, Шіркейлі ауыл тұрғындары. Мына Қызылорда қаласы мүгедектер қоғамдық ұйымдастыруында Раушан Жүсіпованың концертіне келгендеріңізге көп рахмет. Енді мен мына театрдың бастығы Мақсұт ағамызға сөз беріп отыр. Өзінің тілегін айтсын, бізге рахмет. Қайырлы кеш болсын, құрметті әжелер, оқушылар кішкене болып жатырмындар енді. Сәл ғана отыр. Бұндай көрдіңіздер ме, қандай ерлікпенен, қандай үлкен күшпенен, үлкен жігерменен сахнаға өлең айтып жатыр. Сіздерге оңай болып тұр, жүгіріп шығып кетіп, жүгіріп кіре салып. Қуаныш көрдің ба, қандай өлең айтып берді сендерге? Бір қол соғып, қошеметтеп қойыңдар. Сіздерге рахмет, шығармашылық табыс тілейміз. Енді сахна көп кісілер келіп жатқан сахна, бұрыннан ертеден келе жатқан сахна, сіздерге дейін де көп кісілер шыққан болатұғын. Бірақ бүгінгі сахнаның орны бөлек болып тұр. Сіздердің өнерлеріңіз бөлек болып тұр. Шығармашылық табыс тілейміз. Енді ауыл шынында да қазір күздің кезі, науқанның уақыты, шынында жүгіріп барынша хабарладық. Енді ауылдың жарнама группалары бар, соның бәрінде
кешегі жіберген видеоларды, әдейілеп мекемелерді, бағана бір-екі магазиндерді мен әдейі машинамен жүріп аралап шықтым дегенде, әжелеріңізге рахмет, сіздердің өнерлеріңіз бағалап келіп жатқан. Өнерлеріңіз өрге жүзе берсін. Сонау мен Раушанға таңғалдым, анау кімнің Нұртуғанның термесінен бастап бері қарай кете тұрмаған беттерші одан бір кезде биді билеп кетіп жатқан кезде мың өнер бар екен деп жатыр. Өнерлеріңіз өрге жүзе берсін баршаларыңыз. Үлкен рахмет. Сіздердің өнерлеріңізді тамашалау тиіс деп ойлаймын. Біздің ортамыздағы ең мықты өнерпаздар болса, ол мына сіздер деп айтар едім. Біздің ауылдың ыстық-ықылас деп қабылдағаныңыздар, біз аз да болса осы бәріміз отырып қол соғып қошеметтеп қояйық сіздерді. Үлкен рахмет сіздерге. Бәрекелді. Ертеңге талпыныс, болашаққа бағдар игі іске ұмтылып, адамзатқа тән құбылыс ендеше көп болып асыл арманның қол салған Жусупов Раушанға сүйеніш болып, қолымыздан келген көмегімізді аямайық. Бала сенімінің нық болуына қадам жасайық. Шерменде болған жүрекке жылулық сәулесін шашқан, жаны жайсаңдырғанда жандарға қол ұшын береміз деген ыстық ықыластарыңыздан, бақ ойларыңыздан, саналы сезім мұқтаж жандарға қамқорлығын аямаған, сіздерден мейірімді ел даналарына Алланың нұры жаусын демекпіз. Осымен ізгі ана атты кешіміз тәмамдаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Естеріңізге сурет келсек, кәнеки, келіңіздер. Естерге суретке түсеміз, кәнеки. Кәнеки, келіңіздер. Кәне, апаларымыз, келіңіздер. Кішкентай бүлдіршіндеріміз, келіңіздер. Апалы әжелеріміз, келіңіздер. Кәне. Ой, бәрекелді. Апа, келіңіз. Келіңіз, апа. Келіңдер, балақайлар. Ой, рахмет. Келіңдер, кәнеки балалар. Ой, бәрекелді балалар.